шынымен де қазіргі дерт үлкен қарыз болып қалу. Әрбір адамның басында бір қарыз бар. Ол банкке қарыз болуы мүмкін, адамдарға қарыз болуы мүмкін. Адамдар қарызды алған кезде қандай да бір арманы болады оның. Сол арманға жету үшін сол қарызды алып алады да, өзінің бұрынғы өмірі, яғни қарызсыз өмірі ол үшін арман болып кетеді. Сізді балағаттауы мүмкін, негізінде сіз жаман адам емессіз. Сіз негізінде жақсы адамсыз. Сізге келесте мүмкін хабарласпайтын болады. Бұның өзі бір жетістік. Өйткені сізге жақсы идея табу үшін, табысыңызды көбейту үшін таза ми керек. Осы таза ми болмағаннан кейін адам баласы не істейді? Алға қарай жылжи алмайды. Қазір көшеге шықсаң, кез келген сенімен кездескен адамның үшіншісі міндетті түрде депрессияда жүреді. Уайымдау, бас ауырып жүру, ұйқысы келу, жұмысқа құлқы болмау. Осылардың барлығы неліктен деп айтатын болса, шынымен де қазіргі дерт үлкен қарыз болып қалу. Әрбір адамның басында бір қарыз бар. Ол банкке қарыз болуы мүмкін, адамдарға қарыз болуы мүмкін. Әрине адамдардың барлығы осы өзі бір лайықты болмаған ақшаларды қолына алғаннан кейін ол бір адамның энергиясы негізі. Соны адамның энергиясын алып алады да, соны төлеу үшін соны бермей жүреді да, біреудің энергиясын алып жүргеннен кейін ол әрқашанда шаршаңқы түрде болады. Осы уайымнан қалай құтыламын деген адамдардың арманы. Негізінде қарап отырсаңыздар, осы әрбір адам не үшін қарыз алады дейтін болсаңыз, ең бір үлкен парадокс бар. Адамдар қарызды алған кезде қандай да бір арманы болады оның. Сол арманға жету үшін сол қарызды алып алады да, сол қарызды алып алғаннан кейін өзінің бұрынғы өмірі, яғни қарызсыз өмірі ол үшін арман болып кетеді. Сонда қарап отырсаңыз, адам баласы жақсы өмірді армандаймын деп, өзінің бұрынғы өмірі де оған біртүрлі қиял болып кететін сияқты. Егер сіз сондай бір жағдайда жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Өйткені мен сіздерге осы тығырықтан қалай шығу керектігінің барлық мәселесін айтып беретін боламын. Қазірден бастап каналымызға тіркеліп кетіңіз және соңына дейін көріңіз. Жалпы бұл қарыздан құтылу керекпіз. Өміріміздің соңына дейін құтылу керекпіз негізінде. Ал егер құтылмасақ не болады? Яғни бұл адамның ішіне тына беріп, бұл бір психологиялық немесе кәдімгі денедегі бір ауруға пайда болуы мүмкін. Сондықтан да осыдан дереу шығуымыз керекпіз. Енді мен шықпас бұрын бір мәселені айтып кетейін. Жалпы сізге қарыз берген адам сіз туралы не ойлайды? Әрине, сізді әрқашанда сіз үшін жаман сөз айтуы мүмкін, сізді балағаттауы мүмкін. Негізінде сіз жаман адам емессіз. Сіз негізінде жақсы адамсыз. Бар болғаны ол адамның қарызын қайтармағаны үшін сізді жаман сөздерді айту арқылы адам баласы өзінің бір айызғанғандай болып қалады. Осы орайда бір проблема негізінде бұдан шықпайтын болсаңыз, қай уақытта сізге сол жаман сөздерді айта береді, сіз біртіндеп сіздің бойыңызда иммунитет қалыптасады. Осы иммунитет қалыптасқан кезде сіз былай айтқанда ешқандай сөз өтпейтін адам болып қаласыз да. Осы сөз өтпейтін адам болған кезде енді сізде намыс деген нәрсе жоғалып бастайды. Сосын сізді жаман деп айтса да, я мен жаманмын деген сияқты өзіңізде ішіңіздегі, былай айтқанда самооценка деп айтады ғой, өзіңізді бағалауыңыз өте төмен болған кезде, тіпті осы бағаңыз төмендеген кезде, тіпті табыс таба алмайтындай жағдайға жетесіз. Енді мен сізге бір шешімін айтайын. Бүгіннен бастап өзіңіздің қарызгеріңізге, яғни әрине адам болатын болса, сізге әрқашанда телефоныңызға сообщение жіберетін болса, сізге звондайтын болса, сіз одан қашпаңыз еш уақытта. Керісінше ол адамға өзіңіздің осы қарызды қайтаруға деген талпынысыңызды, сіз сондай бір қайтаруға ниетті екеніңізді үнемі айтып отырыңыз. Білесіз ба? Адам баласы сіздің қарызыңызды алғысы келмейді. Негізі ол адам сіз туралы ақпарат жоқ. Яғни ол адамның ойында әрқашан бұл адам менің қарызымды қайтармай жүр, немесе қайтарғысы келмейді деген ойда ол. Яғни сіз үнсізсіз ғой. Телефонға жауап бермейсіз, сообщениесін қарамайсыз. Сондықтан да ол адам сіз туралы мынадай ойда болады. Бұл уайымсыз. Бұл қайтаруға тіпті әрекетті жасап жатқан жоқ деген ойда болғаннан кейін, осы ақпарат оған жетпегеннен кейін сізді мазалай береді. Өзі де үйінде сіз туралы жаман ойда болады. Сондықтан сіз осы аптаның ішінде аптасына бір рет болса да, жиірек болғаны жақсырақ болады. Ол кісіге хабарласып, мен осы қарызды қайтаруға осындай әрекеттерді жасап бастадым, немесе табысымды көбейтейін деп жатырмын деген сияқты мәліметтерді айтып отыратын болсаңыз, ол адамның негізі ішкі жағдайы, былай айтқанда, орнына түсіп, сізге келесте мүмкін хабарласпайтын болады. Бұның өзі бір жетістік. Өйткені сізге жақсы идея табу үшін, табысыңызды көбейту үшін таза ми керек. Осы таза ми болмағаннан кейін адам баласы не істейді?
алды қарай жылжи алмайды. Енді тағы да бір мәселе сізге айтып кететін, осы жолда қарызды ай сайын қандай да бір мөлшерін қайтарып тұру керек. Бұл ол адам үшін емес, сіз өзіңіз үшін. Мысалға, бір адамнан миллион теңге қарыз алдыңыз. Енді соны ол адам сізге миллион теңгенің барлығын қайтаруды талап етеді. Бірақ сіз қолыңызда 5000 теңге бар. Сол 5000 теңгені оған аударайын десеңіз, ол адамнан сөз естіп қалам ба деп қорқасыз. Үй аласыз. Енді 5000 теңге қайтарып жатқан қандай, енді ұят қой деген сияқты. Сізге айтарым, ең біріншінде қарыз алуға ұялған жоқсыз ба, енді оны қайтаруға да ұялмаңыз. Сөйтіп ол кісіге айтыңыз, менің қолымда бары осы, сондықтан мен сізге 5000 теңге болса да қайтара берейінші деп айтқан кезде, ол адам келіседі бәрібір. Егер келіспесе, сіз айтыңыз, мен айына болсын, қанша ақша болса, соны конвертке жинап отырамын, қандай да бір мөлшер жиналған кезде сізге жіберемін деп айтыңыз. Бұл не үшін керек? Яғни сіздің басыңызда әрқашанда қарызды қайтару керек еді деген бір сөз пайда болады. Яғни сіздің басыңызда бір процесс жүріп жатыр, қайтару керек еді. Бірақ сіз оны қайтармай жатырсыз. Сөйтіп осы процесс жүріп жатқан кезде сіздің басыңыздағы, былай айтқанда, қызу, яғни бір қиналу пайда болады. Осы қиналу пайда болған кезде сізді миыңыз ұйқыға тартады. Яғни бұл процесті тоқтату керек. Оны қалай тоқтатамыз? Қандай да бір мөлшерін беру арқылы жаныңызға кішкене болса да қайтарып жатырмын ғой деген рахатты сыйлауыңыз керек негізінде. Яғни бүгіннен бастап кішкене болса да оған қайтарып отырыңыз. Енді осының барлығы сізді не нәрсеге алып келе жатыр? Осының барлығы сізді еркін болмауға. Яғни сіз бір нәрсе жасайын десеңіз, даже қыдырайын десеңіз де, бір жерге саяхатқа барайын десеңіз де, сізде ешқандай еркіндік жоқ. Неге? Сіз біреу көріп қала ма деп ойлайсыз. Мысалға, өзіңіздің ойыңызды бір Инстаграмнан, осындай бір каналдардан, бір эфир жүргізу арқылы, өзіңізді бір паш ету жағдайында осындай бір шыққыңыз келеді, бірақ сіз жүзіңіз жарқын емес. Көрдіңіз ба? Сіз еркіндік деген нәрсені ұмытып бара жатырсыз. Осы орайда естеріңізде болса, қаржылық еркіндікке шығу алгоритмдері деген бізде мастер-класстар өте көп жүріп жатыр. Әрбір апта сайын, әрбір ай сайын осындай қаржылық еркіндікке шығу алгоритмдерін үйретіп жатырмыз. Осы мәселені сол жерде біз толығымен шешіп береміз. Неге? Өйткені сіздің осы уақытқа дейін алған қандай бір проблемаларыңыз, қарыздарыңызды бір 5 минуттың ішінде тек қана оның кішкене ғана шешімдерін айтуымыз мүмкін, алайда оны бір тақтаға сызып, оның бір арнайы схемасымен, арнайы формуласымен, арнайы кестесімен жасаған кезде адамдарда түсінікті болады. Қаншама адамдар, 10 мыңнан астам адам осы біздің еркіндікке шығу алгоритмдерін үйрену арқылы өздерінің проблемаларын шешіп, ең қызығы енді қайтып қарызға кірмейтіндей ойлау қабілетті миларына сіңірді. Мен сол үшін де қуаныштымын. Егер сіз осы мәселелердің барлығын түбегейлі шешкіңіз келетін болса, онда ойланып жүре бермеңіз. Өйткені уайым сізге пайда алып келмейді. Бір ғана қадам жасаңыз, қазіргі сол жасайтын қадамыңыз төмендегі сілтемеге өтуіңіз болсын деп айтқым келеді. Төмендегі сілтемеге өтіңіз және біздің Инстаграм парақшамызға, TikTok парақшамызға және осы біздің каналымызға тіркеле кетсеңіз, сіздер үшін мен тегіннен тегін көптеген пайдаларды беруге тырысамын. Менің есімім Жеңіс Есенгелдин. Мен қаржы эксперті боламын және 7 жылдық тәжірибесі бар бизнес кеңесшімін. 23 түрлі бизнес ашқанмын. Осы бизнестерді ашу барысында мен де қаншама қарызға кіріп, одан құтылғанмын. Егер мен құтылған болсам, сіз де құтыласыз. Мен сізден артығырақ емеспін, мен сізден ақылдырақ емеспін. Бар болған мен ерте бастап кеттім. Сондықтан жақсы жаңалық бар. Бәрін де үйренуге болады. Бүгін істеу керек болған нәрсені еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Өйткені ол сіздің мінезіңіз болып қалыптасады. Бүгінгі алған өзіңізге берген мәлімет сіз үшін пайдалы болсын. Сізбен бірге болған халық қызметшісі Жеңіс Есенгелдин.